Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында аз ғана жеміспен компотты қалай дайындау керек, сол туралы айтатын боламыз. Яғни бұл жерде бізде 500 грамм алма, 300 грамм слива, 300 грамм қант бар, е. Соны 20 литрлік кастрюльге салып, қайнатып, яғни қайнап болғаннан кейін отты өшіріп, бөлек шығарып қойып, бұны астына қарай тұндырамыз. Яғни компот сонымен өз қалпында дайын болады. Бұл компоттың қазіргі жаз айында пайдасы өте зор. Неге десеңіздер, біріншіден карманыңызға, қалтаңызға финансы жағынан эконом болады. Яғни күнделікті барып, сіз бір коланың 1 литрін алатын болсаңыз 500 теңге. Ал мына жерде сіз почти 700 теңге ақша кетіріп, 20 литр сок аласыз, я? Солда пайдасы. Мен негізі компотты жазда осылай постоянно қайнатамын. Осылай қайнатамын да баклажкаларға құйып, морозильникке салып, қатырып қоям. Күнделікті бір компоттан шығарып отырамын. Балдар ішкенге де, жолдасым ішкенге де, өзімізге де құрсуды іше бергенше осылай компотты ішіп тұрған жақсы. Бір жағынан табиғи, натуральный, таза. Тем более мынау ранетки енді пісіп жатыр, өте дәмді, сливалар екібастан пісіп жатыр. Даже үй жағдайында варенье басу үшін де продуктілерді алатын болсаңыз, азғантай ғана осындай компотқа алып қолыңызда, қалған варенье қылып басып, қалған компот қылып ұстасаңыз болады. Соты өзіңізге де, жұбайыңызға да, қалтаңызға да барлығына эконом болады. Күнделікті 500 теңгеге 1 литр қол алғанша, сіз 500 теңгеге 20 литр компот қайнатып аласыз. Міне осылай мен баклажкалер, сок ішкен баклажкалердің бәрін жинаймын да, соларға құйып морозильникке салып тастаймын. Міне алма мен сливаныкі осындай әдемі, розовыйлау болып, әдемі болып шығады. Зато натуральный. Өстіп аламын да морозильникке салып қоям. Кешке дейін ол салқындайды как раз. Кешке күйеуіме құйып берсем, балдарыма да құйып беруге де болады. Сонымен бізде рецепт бойынша 500 грамм алма, 300 грамм слива, 20 литр су, отта қайнатып, осылай жеңіл-желпі компот қайнатамыз. Сіздермен осы ақпаратты бөліскен Адам тағам каналы. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Біздің каналға подписка жасап, лайк басып, колокольчикті басып, күнделікті шыққан ақпаратты өткізіп алмай, көріп, комментарий қалдырып отырыңыздар.